Енді міне арқада жалғастырайық сабағымызды, иә. Енді біз платформаға және тіркеліп болдық, тіркелу сабағы сонымен бітті. Енді осы платформада біз қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсетейік, иә, бірінші. Ең бірінші қараңыз, сіздерге осындай бет ашылады, сілтемеден кейін өткеннен кейін, иә. Содан кейін бірінші сізде дом деп тұрады, яғни бұл жерде барлық сіздің өзіңіздің заттарыңыз тұрады. Жүктеген заттарыңыз, өзіңіздің сақтаған заттарыңыз, иә. Міне, мысалы үшін мои вещи дейді, осы жерге осылай басасыздар, және бұл жерде шығып тұрады. Қазір енді бұл жаңадан жасалып жатқан аккаунт болғаннан кейін бұл жерде ештеңе жоқ, бірақ алдағы уақытта міндетті түрде сіздерге айтатын боламын. Енді бірінші администратор деген жерді кішкене қоя тұрайық. Бұл жерге жеке сабақ тағы да түсіндіріп сіздерге айтатын боламыз. Ол не үшін керек екеніне. Қазір біз сіздерге наука деген жерге барайық. Наука деген жерге. Енді осы жердегі учебное пособие деп тұр. Осы жерге басамыз. Міне. Басқан кезде ұстаздардың қолдануға болатын сіздердің пособияларыңыз шығады. Яғни қандай заттарды, дайын 3D бейнелерді қолдана аласыз. Осылар шығып тұр. Міне қараңыздар барлығы. Иә, керемет түрде тұр. Енді бұны қалай қараймын, не істеймін деген кезде өзіңізге керекті, келетін, кез келген біреуін қазір ашасыз. Мысалы, үшінге вирустар дегенді ашайық. Міне, вирусы деп тұр, осы жерге басамын. Басқаннан кейін осында бір жеке беті шығады, иә? Бұл жерде осы вирустар туралы ақпараттар берілген, сонымен қатар тағы да басқа қандай вирустар бар, міне көрініп тұр, иә, алдарыңызда, осылардың бірін, басқаларын өзгертіп алсаңыздар болады. Міне. Енді бұны қалай көреміз, иә, қалай береміз? Ол үшін бірінші қараңыздар, бұл жерде екі батырма тұрады. Бірінші запустить в приложение дейді, екінші параметры общего доступа. Яғни, мына екінші параметр общего доступа дегенді басатын болсаңыздар, сіздерге мынандай бір кішкене бет ашылады. Бұл бет бізге өте қажет. Біріншіден, сіз бұл жерде QR-код арқылы балаға ұсына аласыз, осы QR-кодты, иә, немесе сілтемесін бере аласыз. Қараңыздар, распечатать QR-код дейді, осыны бассаңыздар, сіздерге жаңадан мынандай бір бет шығады. Я осыны печатить етіп, өздеріңізге шығарып алсаңыздар болады. Немесе копировать ссылку деп, ссылканы копировать етіп алып, балаларға берсеңіздер болады. Я, ол WhatsApp арқылы болама, Telegram арқылы болама, өзіңіз білесіз. Немесе дәу экраныңызға осылай шығарып қойып, мына QR-кодты сканерлеп алыңдар деп айтсаңызда болады. Түсінікті деп ойлаймын, екі жолмен оқушыларға бере аласыз. Енді келесі кезде запустить приложение дегенді көрейік бірінші. Запустить приложение дегенді басқан кезде бізге мынандай екі түрде бір бағдарламаны көшіріп ал деп бізге бағдар беріп тұр. Ол iOS-та да бар, міне көріп тұрсыздар, иә, немесе Android-та да бар. Яғни кез келген біреуін басып, өзіңізге жүктеп аласыз. Жүктеп алуды қазір мен сіздерге былай көрсетемін. Android болса, Android-қа көшіріп аласыздар. Яғни бұл жүктеп алған кезде сіз бұны компьютеріңізға емес, өзіңіздің қосымша планшетіңізға немесе телефоныңызға жүктеп аласыздар. Осы батырманы басу арқылы. Міне, сіздер қазір ойдарынан қайдан табам десеңіздер, жай ғана Android деп бассаңыздар болады. Міне, бірден шығады осындай установка жасап аласыздар. Бірақ телефондарыңызға немесе планшеттарыңызға, басқа устройствоға жарай ма? Қазір мен сіздерге осыны соткадан көрсетемін. Қараңыздар, біз қазір сол бағдарламаны көшіріп алуымыз керек. Ол үшін мен Google-ға кірем және Object Viewer деп жазамын. Жәнегі сілтемені компьютерден ала алмасаңыздар, онда жай ғана поиске Object Viewer деп жазасыздар және установить деп басасыздар. Міне, установка жасайсыздар осылай. Өздеріңіздің соткаларыңызға, я, немесе планшеттарыңызға қайталап айтамын. Себебі көп ұстаздар бізде компьютерға орнатып алады да, одан кейін қалай қолданам деп отырады. Олай немесе соткаңызға көшіріп аласыз. Міне ол көшіріліп жатыр. Қазір көшсін. Тек батырманы басамыз. Открыть деп батырманы бастық. Енді қараңыздар, бұл жерде войти деп батырманы басамыз. Войти деймізде, мына электронный адрес немесе пароль деп тұрған жерге бағанағы біздің сайтқа кірер кезде өзіңіздің жазған почтаңыз бар ғой,
паролімен ойлап тапқан, соны жазасыз. Немесе, егерде мен сияқты сіз Google аккаунтыңызбен кірсеңіз, астыңғы жақта тұр Google деп, осыны басасыз, және де өзіңіздің кірген аккаунтыңыз, минет аккаунт деймін, мына жерге пароль, сол өзіңіздің Google аккаунтыңыздың паролін жазасыз, иә? Ол қайдағы пароль деп отырмаңыз. Сіз бағана автоматты түрде кіріп кеттіңіз ғой соткадан, компьютерден, то есть. Ал бұл жерде сіз оны жазасыз. Кіремін. Дұрыс жаздым. Енді қараңыздар, let's go де, давай кеттік деп тұр ғой енді сізге. Осыны басасыздар. Міне, сіздерге успешно деп шығып тұр. Ок деп басасыздар, окей. И қараңыздар, міне, сізге енді барлығы көрініп тұр, көріп тұрсыз ба? Қандай заттар бар екенін. Сізде көрініп тұр. Ұстаз деймін, сіздің атыңыз, сізде бұл жерде аты жөніңіз тұрады, объекті, коллекция деп тұр, мои объекты, мои изображения дейді. Яғни сіз енді компьютер емес, осы арқылы көрсете аласыз. Мысалы үшін, және сіздермен бірге компьютерда вирусты таңдамақ болдық қой. Сол вирусты көрсетеміз. Енді. Так, міне вирустар, міне тұр, осыны бастым, бірінші тұр, иә. Енді қайсысын көрсеткім келеді? Осы жерде вирустың біреуін таңдап алуым керек қой мен. Мысал, бірінші тұрғанды таңдап ала салайын. Міне, ол бізде ашылып жатыр. Қазір ол загрузка жүреді. Міне қараңыздар. Көрдіңіз бе, 3D объектіңіз сіздің пайда болды. Енді бұл жерде біз не көре аламыз? Оны былай ары-бері жылжыта аламыз, астынан көре аламыз, жанынан көре аламыз, төбесінен көре аламыз, осылай айналдыра аламыз, иә? Және де енді бұл жерде не тұр? Параметрі деген астында кішкене бөлік тұр. Осы жерде бассаңыз, надпис дейді, яғни надписін былай алып тастауға болады. Надписсіз көрсетсеңіз болады, яғни жазуынсыз жазулары және кетіп қалды. Информация дейді, бұл жерде енді ағылшын тілінде информация тұр. Соны оқытсаңыз болады балаға, иә? Ол сізде сөйлейді. Немесе бұны отправить деген батырма болады. Міне, осыны басып балаларға, осыны сканерлі деп айтсаңыз болады, өз соткаңыздан көрсетіп, иә, балаға бірден. Немесе бұл жерде тағы өзіңіздің осы маған ең қажетті дүние десеңіз, ең қажетті деп мынандай мои избранные деген жерге батырма басып өзіңіз сақтап қойсаңыз болады. Қарасаңыздар, сіздерге, иә, бұл жерде тұр 3D, куб және мир дейді. Бірінші режим, міне 3D осылай ғана көрсетіледі. Және де осы нәрсені, осы соткаңызда тұрған нәрсені ешқандай жәнегі кубсыз, мирсыз балаларға көрсетем десеңіз, онда бұл жерде компьютерға привязка жасайсыз да, осы жерден ары-бері бұлай қозғалта бересіз. Куб дегенге басамыз, мысалы. Так, информацияны біз алып тастайық, керек емес. Міне қараңыздар, мен және компьютерім сізге түсіріп отырған, енді куб дейді, куб дегенде сізге мынандай куб керек болады. Міне көріп тұрсыздар мындай. Осыны сканерлеп жасаған кезде, мен компьютердің үстіне қойып қояйын, былай қаратай. Оны былай үлкейте аласыз. Қараңыз. Міне, осылай кубпен жұмыс жасай аласыз. Міне, куб. Кубты айналдырамыз. Міне, осылай пайда болады. Міне, осылай көрсетесіз, және бұны компьютеріңізға привязка жасай аласыз. Екіншісі мынандай куб арқылы көрсете аласыз. Балаларға осылай көрсете аласыздар. Енді арғадай біз басқа нәрселерді үйренетін боламыз. Ол научный стимулятор дегенне, глобус дегенне соларын. Және де қазір сіз осындай көп жасап аласыз. Біз арғата кеттік келесі сабаққа. Так, немесе қараңыздар, міне сіздерге жаңағы көрсетейін, қараңыздар, міне параметр общего доступа дегенге барасыз. Және сізге соткамен қалай істеу керектігін көрсеттік қой. Енді қараңыз, параметр обучения дегенге барасыз. Осы жерде міне қарап тұрсаңыз не тұр? QR-код тұр, иә? Бірден сканерлейсіз соны. Сканерлеген кезде сізге не веб-адрес деп тұр. Яғни қандай веб-адрес, соған барасыз. Міне веб-адрес, сол веб-приложенияға бірден ашылып тұр. Енді керегін сіз өзіңізге таңдап аласыз, керек вирустарды.